Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз керемет тақырыпты өтеміз. Ол тақырыптың аты Present Continuous. Present Continuous дегеніміз ол нақ осы шақ, дәл қазір болып жатқан оқиғаларды сипаттауға қолданылатын шақтың түрі. Өздеріңіз білесіздер, бұрын біз бірінші Present Simple'ды өттік, одан кейін Past Simple'ды өттік. Енді бүгін Present Continuous'ты өтеміз. Енді еске түсіріп көрейікші. Present Simple'дан мысалы мен жұмыс жасаймын деген қалай болатын еді? I work. Мен жұмыс жасамайын болса бізге көмекке don't келетін еді. I don't work десе мен жұмыс жасамаймын деген жалпы мағынада. Егер мен жұмыс жасаймын ба болса do алдына шығатын еді. Do I work? Яғни мен жұмыс жасаймын ба деген мағына шығатын еді. Енді дәл осыны past simple'да қойып көрсекші. Past simple'да қойып көрсек, мысалы мен жұмыс жасадым болса I worked. Мен жұмыс жасадым, иә. Мен жұмыс жасамадым болса I didn't work. Бізге past simple'да болымсыз түріне не келетін еді көмекке? Didn't келетін еді. Енді үшіншісі, егер сұраулы форма болатын болса, did I work? Мен жұмыс жасадым ба деген мағынаны беретін. Бұл past simple болады. Енді present continuous түсіндіріп көрейін. Бірінші subject болады, одан кейін to be болады, одан кейін verb болады. Verbке ing жалғанады. Ол дегеніміз былай. I, одан кейін to be дедім am. Мысалы play, ing жалғай саласыз, playing. Сонда I am playing деген сөз шықты. Мен дәл қазір ойнап жатырмын деген мағына. Ереже түсінікті ғой деймін. Біріншісі subject, to be, verb, plus ing. Яғни оп-оңай. Енді көрейік. Мысалы, мен жұмыс жасап жатырмын болса қалай болады? I am working. Мысалы, мен жұмыс жасап жатырмын. Дәл қазір деген мағынаны береді. Енді, мысалы, сен жұмыс жасап жатсың десе қалай болады? You are working. Немесе сен ойнап жатсың десе you are playing. Яғни сен ойнап жатсың деген мағынаны береді. Енді оп-оңай ары қарай to be'ін қоясыз, етістікті қоясыз, етістікке не істейсіз? ing-ді қоя саласыз. Мысалы, ол яғни жігіт жұмыс жасап жатыр дейтін болсаңыз, he is working. Өйткені he-дің to be-і не еді? Is еді. Яғни оп-оңай кез келген етістікке ing-ді жалғай саласыз. Тақырып оңай болды деп ойлаймын. Енді бұл болымды түріне үйрендік. Болымсыз түрі қалай болады? Мысалы, істемеймін, ойнап жатқан жоқпын дәл қазір деген мағына, істеп жатқан жоқпын деп жек. Мысалы, work пен play сөзін алып көрейік. Мысалы, былай. I am working. Мен жұмыс жасап жатырмын дәл қазір. Ал егер мен жұмыс жасап жатқан жоқпын болса, to be-ден кейін not-ты қоя саласыз. Сонда I'm not working now. Яғни дәл қазір жұмыс жасап жатқан жоқпын деген мағынаны береді. Енді сұраулы формада қалай болады? Сұраулы формада өздеріңізге белгілі to be-ді алдына шығара саламыз. Сонда am I working now? Яғни мен дәл қазір жұмыс жасап жатырмын ба деген сөз шығады. Немесе мен ойнап жатырмын ба дейтін болсаңыз қалай болады? Am I playing? Енді сен дегенмен қолданып көрейік. Мысалы, сен жұмыс жасап жатырсың, you are working. Сен жұмыс жасап жатырсың, сен жұмыс жасап жатырсың ба деп айтқымыз келсе, to be-ді алдына шығара саламыз. Сонда are you working? Яғни сен жұмыс жасап жатсың ба деген мағынаны береді. Құрметті үйренушілер, түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір енді соншалықты бір терең мағынада түсіну үшін мен сіздерге бір жақтарға бөліп көрейік. Мысалы, I болатын болса, am-ді қоясызды. I am working. Мен жұмыс жасап жатырмын. Сен жұмыс жасап жатсың. You are working. Егер адам, яғни ұл болатын болса, he is working. Қыз болатын болса, she is working. Егер затпен дәл қазір істеп тұр мағынасында болады. Ол жерде ол жұмыс жасап тұр мағынасында, яғни істеп тұр мағынасында болады. It is working. Одан кейін біз жұмыс жасап жатырмыз, яғни болатын болса, біз деген қалай болады еді ағылшын тілінде? We to be are. We are working. Яғни сендер жұмыс жасап жатсыңдар болса, you are working. Яғни олар жұмыс жасап жатыр десе, дәл қазір they are working болады. Яғни өте оп-оңай. Құрметті үйренушілер, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Тапсырмаларды орындасаңыздар, жалпы тақырып түсінікті болады.